Сәлем сұлуларым. Біз алдыңғы видеолардың бірінде күнделікті шаш күтімі туралы, яғни қалай жуған дұрыс, сол жөнінде видео салған болатынбыз. Ал бүгінгі видеода үй жағдайында шашқа арналған маскаларды қарастырамыз. Ал сіздер әдеттегідей қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Үй жағдайында шаштарыңызға маска жасау арқылы салондағыдай нәтиже алатыныңызға сенімдімін. Ал боялған немесе бұраланған шаш үшін маска жасау өте жақсы нәтиже береді. Маска жасар алдында шашты жуып, сүлгімен әбден сүртіп аламыз. Сонда маскадағы белсенді заттар шаш құрылымына терең еніп, жақсы нәтиже береді. Құрамымен әсер етуіне қарай маскаларды 5-10 минут, ал кейде 30 минутқа дейін ұстауыңызға болады. Егер маска бас терісіне арналмаған болса, тек шаш ұзындығына жағасыз, әйтпесе шашты ауырлатып жіберуі мүмкін. Енді осындай маскалардың бірнешеуіне тоқталайық. Құрғақ шашты ылғалдандыру үшін бір бананды езіп, бір ас қасық сүзбемен бір шай қасық бал қосып, жақсылап араластырамыз. Қоспаны сүзгіден өткізіп, алынған сұйықтықты шаш түбінен ұшына қарай жағып, 40 минуттан соң сусабымен жуып тастаймыз. Шашқа пайдалы маскалар үй жағдайында жұмыртқадан жасалады. Шаштарыңыздың ұзындығына қарай бір немесе 2 жұмыртқаны жарты стакан жылы сүтпен араластырып, шаштарыңызға жағасыз. 30-50 минуттан соң жуып тастайсыз. Жұмыртқа бұзылған шашты қалыпқа келтірсе, сүт ылғалдандырады және нәрлендіреді. Шаштарыңыз түспеу үшін жұмыртқадан мына масканы да жасасаңыз болады. 2 сарыуызды, 2 ас қасық ошаған майы және 1 ас қасық балды жақсылап араластырып, шаш ұзындығына жағасыз. Полиэтилен шапка киіп, содан соң сыртынан сүлгі орап қоясыз да 30-40 минуттан соң жуып тастайсыз. Ошаған майы бас терісі үшін өте пайдалы өнім. Оның құрамында В тобының дәрумендері, қанықпаған май қышқылдары, никотин және аскорбин қышқылдары, инулин бар. Бұлардың барлығы жұмыртқа мен балдың пайдалы компоненттерінен бірге шаштың өсуін нығайтып, түсуін азайтады. Аталмыш майдан бөлек шашты қалыңдатып және өсуіне ықпал ететін табиғи маскалардың құрамында жуа, шай ағашы майы, амла майы, бадам және арган майлары да болады. Үй жағдайында шашты қалыңдату үшін жылытылған майсанамен, яғни кастор майымен кокос майын тең мөлшерде араластырыңыз. Алдымен қоспаны бас терісіне, содан соң ұзындығына қарай тегіс жағасыз. Сүлгіні жылы суға малып алып, басыңызды орап қойыңыз. 1 сағаттан соң сусабымен жуып тастайсыз. Енді ұштанған шаштарға маска қарастырайық. Ұштанып кеткен шаштарға арналған айран қосылған бал мен жұмыртқа маскасы бар. Бұл масканы дайындау үшін сізге жоғары майлылығы бар айран немесе йогурт керек. 3 ас қасық айранды, 1 ас қасық бал және 1 жұмыртқамен біртекті масса болғанша араластырасыз. Алынған массаны шаштың ұзындығына түгел жағып шығыңыз. Арнайы қалпақты немесе пакет киіңіз де сыртынан сүлгімен орап қойыңыз. 1 сағаттан соң сусабымен жуып алыңыз. Ұштанған шаштардан арылу үшін аптасына 2-3 рет 1 ай бойы жасап көріңіз. Ал келесі маска шаштарыңызды жылтыратып әдемі етеді. 5-9% 5 ас қасық сүзбеге 2 сарыуыз және 1 шай қасық бал қосып, әбден араластырыңыз. Шаштарыңызға 1 сағатқа жағып қоясыз. Уақыт өткен соң жылы сумен жуып тастаңыз. Кәдімгі алоэ вера гелінде ылғалдандыратын маска ретінде қолдануға болады. Таза дымқыл шашқа 5-10 минутқа жағып, жуып тастайсыз. Алоэ гелі шашты сәндеу үшін де қолдануға болады. Ал шаш түбін бекіту үшін алоэ өсімдігінің ортасынан бөліп алып, жұмсақ бөлігін алып тастап, гелін дымқыл шашқа жағып ұзындығына қарай тарайсыз. 20-30 минуттан соң жылы сумен жуып тастайсыз. Мінекей сұлуларым, бүгінде шашқа арналған маскалар жөнінде біраз пайдалы видео болды деп ойлаймын. Шаштарыңызға маскалар жасау арқылы сіз зақымданған шашты қалпына келтіріп, жұмсақтық пен жылтырлық сыйлай аласыз. Сондықтан да шаштарыңызды қиюға асықпаңыз, әрдайым әдемі болып жүріңіздер. Уақыт бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.